мен бұл профидентті енді кеше тугистен іздеп таптым негізі. Осы жақын маңайда қандай детский стоматология бар екен деп. Маған мына қыздар жақсы жауап берді WhatsApp'та, себебі басқалар сияқты жаңағы сұрағың жауап беріп жоқ болып кетпейді, сразу жауап берді. Осында анализ тапсырыңыз деді. Мен анализ тапсырдым. Сосын оның кеше результаты шыққаннан кейін мен тағы жаздым қыздарға. Осындай результат шықты. Бірақ мен қызым тісі қатты ауырып тұр. Басқа жерге барсам болады ма деп мен 5-ке жазылып қойғам. Сағат 1-ге басқа жерге жазылған жеріме барып едім. Олар қызыңызда аллергия шығып тұр деп қарағысы келмеді. Общем, дұрыс қарай алмады ма? Қайтып мен жаздым WhatsApp'қа. Бұл қыздар маған қайтып жауап берді. Жоқ, алып келіңіз, врач ешқандай аллергиясы жоқ, көреміз деп айтты деп. Мен қуанып, сағат 5-ке қайтадан жазылып, алып келдім. Қызым деген міне жарты сағат үндемей, үнін шығармай отырды. Себебі жеңіл істелінген сияқты, врач жақсы ма? Сол біз қуаныштымыз, қызым секеміз. Енді үйге қайтып жатыр. Рахмет сіздерге. Клиенттері көп бола берсін профиденттің. Грамота. Не деген грамота? Мектепте алмаған грамота. Рахмет. Тағы бір түсімізге келеміз,